Қазақстан халқы тілдері күні мерекесіне орай қтж ғимаратында тілі бірдің тілегі бір тақырыбында дөңгелек үстел болып өтті. Іс-шараға мемлекетіміздің заң шығарушы, атқарушы органдардың өкілдері, мәдениет қайраткерлері мен тіл жанашырлары, және де компанияның түрлі деңгейлердегі басшылары мен қызметкерлері қатысты. Дөңгелек үстел әрине ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың туған күніне орай Қазақстанның халқы тілдері мерекесін тойлатып жатыр ғой. Бүкіл Қазақстан болып, соған орайластырып өткізіп отырмыз. Осы дөңгелек үстелде қазақ тілінің аударма тілі болып қалмай, дәрежесіне лайық құжат тілі болып, барлық қызметкерлер мемлекеттік тілде құжаттарын дайындап, әзірлеп қол қоюға бекітуге ұсынса, мемлекеттік тілді насихаттау осы мәселелер төңірегінде бүгін біраз әңгіме пікірталас болды. Дөңгелек үстелдің басты мақсаты қазақ тілінің қазіргі кеңсе ісіндегі алар орнын талқылау болды. Өз кезегінде спикерлер қазақ тілінің іс жүргізу мен кәсіби қарым-қатынас жасаудағы маңыздылығына тоқталып өтті. Қатысушылар тіл мәселесі төңірегінде пікір алмасып, тілдің қолданылу аясы, мәртебесі мен абыройы сынды тақырыптарды тілге тиек етті. Мемлекеттік тілдің дамуын қазір ілгерілету біздің тікелей міндетіміз, тікелей парызымыз. Өйткені қанша дегенмен тіл өзінен өзі қанат жайып келе жатыр, оның сұранысы күннен күнге ұлғайып келе жатыр. Қазақ тілінің қолданысының аясы кеңейіп, қазір сұранысы көбейіп жатыр. Енді біз қазір соның мәртебесін тұрақтандырып, және оның жалпы тілдің таза өсуіне, дұрыс қалыптасуына қатты мән беруіміз керек. Бүгін өте жақсы іс-шара өтті. Қазақстан темір жолында Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтады, мемлекеттік тіл ол бір тілде сөйлеген кезімізде мемлекетіміздің ынтымағы, бірлігі күшейеді. Ал оны мемлекеттік тілді қолданысқа енгізу үшін ең бірінші ниет керек дейді. Бүгінгі дөңгелек стол сол осы Қазақстан темір жолында қызмет істейтін азаматтардың мемлекеттік тілді қолданысқа енгізуге деген ниетін оятты деп ойлаймын. Қазақ тілі қазақ үшін мемлекеттік тілі, анасының тілі, ұлтының тілі, ұлтты мәңгілік ететін оның тілі. Сондықтан мемлекеттік тілімізді бәріміз қолданысқа енгізейік. Қорытындылай келе, қатысушылар қазақ тіліне деген сұранысты арттыру арқылы оның дамуы мен өркендеуіне жол ашу керектігін ашып айтты.